Сотының Сәрсемалиев пен Ақбаян арасында неке бұзу туралы шешімді жариялауды сұраймын. Себебі қазіргі таңда жаңа айыптау актісіне сәйкес ол шешім қайда? Шешім құрметті сотым бізде қазір жоқ, судебный комиссия базадан жарияласаңыз. Қасылтан оған, қорғау тарапы. Қасыл жоқ. Қорғау тарапы. Сәрсемалиев қарсылығыздар ма? Соттың қарауы. Қарсылықтан жоқ болса, түрі айтушы өз орнында тұрып қалу деді, аталған өтініш хаттама аттандырылады. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесінде 2016 жылғы 20 мамырда тіркелген, араларында кәмелетке толмаған ортақ бала бар. Олар 2016 жылғы 25 шілдеде туған Самиғұла Асма Сұлтанқызы, 2018 жылы 4 қаңтарда туған Самиғұла Сулейман Сұлтанұлы, 2021 жылы 1 наурызда туған Самиғұла Әсия Сұлтанқызы, және 2022 жылы 8 тамызда туған Самиғұла Сафия Сұлтанқызы. 2022 жылы шілде айынан бастап тараптардың некелік қарым-қатынастары тоқтаған. Араларында ортақ мүлікті бөлу туралы дау жоқ, балаларға алимент өндіріп алу туралы сот бұйрығы шыққан. Талап қоюшы өзінің талап арызында Мұханғалиев Ақбаян некені бұзу талабына жүгінуіне жауапкердің некелік қарым-қатынаста адал болмауы, өзара түсіністіктің жоқтығымен, ешқандай да отбасылық өмірдің жоқтығымен байланыстырған. Жауапкер талап қоюға берген пікірінде талапты мойындап, некені бұзуға келісетінін көрсеткен, яғни Сәрсемалиев. Сот отырысында Мұханғалиев Ақбаян WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтықтан қатысып, талапты қолдап, берген түсінігінде талап қоюда уәждерін келтіріп, жауапкерге деген ешқандай сезімінің қалмағанын, өзіне опасыздық жасаған әрекетіне жиіркенетінін, онымен бір отбасы ерлі-зайып болып тұрғысы келмейтінін, татуласуға берілген мерзім нәтижесі болған айтып, некені бұзу туралы талабын қанағаттандыруды сұрады. Жауапкер Сәрсемалиев бірінші сот отырысына қашықтықтан қатысып, опасыздық жасаған әрекетін ағайын туымаға жария етпей, зайыбының құпия сақтауға болатынын, алайда олай жасамағанын, әйел ретінде қатып қалған ұстанымы барын, өзіне санаспайтынын, онымен тіл табысып, отбасы болып тұра алмайтынын айтып, некені бұзуды сұрады. Кейінге қалдырған сот отырысына WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтан қатыса алмайтынын, істі өзінің қатысуынсыз қарауды сұраған. Сот шешімімен талап қоюшы Мұханғалиев Ақбаян Мақсұтқызының жауапкер Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлына некені бұзу туралы талабы қанағаттандырылып, араларында неке бұзылған. Себебі қазіргі таңда бұл өте қажетті деп санаймын. Енді жаңа айыптау актісі бойынша барлығы осы Сәрсемалиев пен Мұханғалиева деген отбасына адал болмауы, содан туындап ұрыс-керістің жанжалдың барлығы осыдан басталып отыр. Сондықтан қазіргі таңда сот процесі кезінде Сәрсемалиев өзінің отбасына адал болмағанын жөнінде сот процесінде мойындамады. Қазір сот шешімін сіз жария етіп отырсыз. Бұл жерде өзінің жауабы да бар екен Сәрсемалиевтің, сондықтан сот шешімін іс материалдарына тіркеуді сұраймын. Қасылтан ма? Айыптау тарапы.